Сәлеметсіздер ме балалар? Саламатсыздар. Көңіл-күйдерің қалай? Жақсы. Жақсы балалар, осындай керемет көңіл-күймен бүгінгі ұлттық құндылықтар тақырыбындағы әңгімемізді бастайық балалар. Қараңдаршы мында, мына макетке қарап сендер нені тани аласыңдар? Неге ұқсап тұр балалар? Домбыра. Дұрыс айтасыңдар, қазақтың ұлттық аспабы домбыра бейнесінде жасалған макет екен. Балалар, бұл жай ғана домбыраның макет емес, мында біздің ұлттық құндылықтарымыз туралы мәліметтер берілген екен. Мында QR кодпен бізге ақпараттар берілген және домбырадан басқа қазақтың ұлттық аспаптары берілген екен балалар. Я суретке қарап атап жіберейікші, қандай ұлттық аспап? Көріп тұрсыңдар балалар. Мынау қандай ұлттық аспап екен? Қобыз. Қобыз. Балалар, алдымызда тұрған бұл қыз қуу ойыны. Қыз қуу ойынның үстел үсті ойынның нұсқасы ретінде дайындалған. Жалпы қыз қуу ойынын балалар жазық далада атқа мініп ойнайтын ойын түрі. Көргендер бар ма қыз қуу ойынын? Иә, наурыз мерекелерінде көруге болады. Міне сол ойынды біз қазір үстел үсті ойыны ретінде ойнаған отырмыз. Мен сендерге қазір ойынның ережесімен түсіндірейін, балалар, алдым. Келесі ойынымыз біздің үстел үсті ойыны. Бұл асық бейнесінде, асық түрінде бейнеленген домино ойыны деп аталады. Балалар ойынның шартын түсіндіріп өтейін. Біз енді қазақтың ұлттық ойыны арқан тарту ойынын ойнаймыз. Сендер ойын ойнауға дайынсыңдар ма? Иә. Олай болса мен бүгін шарт түсіндірейін. Бүгін сендермен ұлттық ойынымыздың бірі тақия тастамақ деп аталады. Яғни мен сендерге қазір ойынның шартын ережесімен таныстырып өтейін. Балалар, олай болса, кезекті асықпен ойналатын ойын түрлерін ойнаймыз.